Барыңызға сәлем достар, бүгін сіздерге үй жағдайында қолдан кілегей жасап көрсететін боламын. Бар болғаны 2 ингредиент қажет, сүт және де сары май. Бұл кілегейден кейін крем жасауға болады, балмұздақ жасап түрлі десерттерді дайындауға болады. Өте оңай дайындалады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің ойымша өте ыңғайлы секілді. Ең алдымен өзіміздің осындай газге қоятын кастрюльге сүтімізді құямыз. Сүттің менде пайызы 3/2. 2/5%-ында пайдалануға болады. Енді осы сүттің үстіне бөлме температурасындағы сары майды саламыз. Сары майдың майлығы кем дегенде 72/5% болу керек. Көп дегенде 82%. Және де ең басты нәрсе ол сары майдың құрамы. Оның упаковкасында қарап алыңыздар, құрамы таза жаңағы сиырдың сүтінен жасалған болу керек. Ондай сары майлар бағасы кішкене қымбаттау болуы мүмкін, бірақ дәл сондай сары майдан кілегей шығады. Егер оның құрамы өсімдік майы, пальмовый масло деп жазылып тұрса, одан кілегей шықпайды. Одан біздің сүтіміз іріп кетуі мүмкін. Сол себептен де құрамын оқып алыңыздар. Өсімдік майы деп тұрса, ондай сары майды қолданбаймыз. Осы екеуін біз газге қоямыз, сары майды толықтай ертуіміз керек. Сүтті ешқандай қайнатпаймыз. Ең басты сары май осы сүттің ішінде ериді. Содан соң оны газден түсіретін боламыз. Міне қараңыздар, біздің сары май еріді, осы сүттің ішінде еріді. Енді оны газден түсіреміз. Одан соң блендермен езетін боламыз. Блендермен немесе сізде коктейль жасайтын миксер болса, арнайы коктейльге арналған миксер болса, сонымен де езуге болады. Біз осы ерітілген сары маймен сүтті біріктіруіміз керекпіз. Екеуі біріккен кезде бізде кілегей шығады. Ұзақ осы блендермен езу керек. Мен шамамен 10 минуттай осы блендермен ұзақ ездім. Сол кезде екеуі біргеді, тоңазғышқа қойып, кейін оны крем ретінде қолдануға болады. Егер бірікпесе, дұрыс бірікпесе, сіздер дұрыс езбесеңіздер, одан кілегей шықпай қалады. Осы жылы күйінде, кішкене қатты ыстық емес, жылы күйінде жаңағы езулеріңіз қажет. Блендермен немесе коктейль жасайтын миксермен. Езілген кезде осындай көпіріктері де шығады. Қараңыздар, кішкене де қоюлана түседі. Менде екеуі бірікті. Түсі осындай молочный цвет болады. Енді осыны біз тоңазғышқа салып қойымыз керек. Кем дегенде 24 сағат тұру керек тоңазғышта. Одан соң біз оны кілегей ретінде пайдаланып крем жасай аламыз. Мен осылай бетін қақпақпен жауып, тоңазғышқа 1 күнге қойып қоямын. Кілегей 24 сағат бойы тоңазғышта тұрды. Бетінде осындай қаймағы бөлінген болатын. Мен оны бөлек ыдысқа алып тастадым. Енді осыны алып миксермен араластырамыз. Ең жай жылдамдығынан бастап әрбір минут сайын көбейтіп отырамыз. Бұл кілегейдің дүкендегі сататын кілегейден өзгешелігі, ол формасын қатты ұстамауы мүмкін. Қоюланады, бірақ дәл жаңағы дүкендегідей кілегей секілді формасын ұстамауы мүмкін. Сол себептен де ұзақ қатты миксермен араластырып қажет емес. Ол іріп кетуі мүмкін. Жаңағы ыдысқа сыймаған соң мен үлкендеу ыдысқа салып, қайтадан жаңағыдай езіп жатырмын. Жайлап қоюлана бастады, қараңыздар, қоюлана бастады. Мен шамамен 4 минуттай миксерлеп жатырмын. Одан соң қант ұнтағын қосып араластырамыз. Бұл крем торттың бетін тегістеуге келмейді, бірақ бұл кремді сіздер Бановый пай, молочная девочка секілді торттарына пайдалануға болады. Мен балмұздақ жасап тастаймын бұл кремнен. Ол да өте дәмді болып шығады. Қалай жасалғанын осы видеоның соңында көрсетемін. Осылай қоюлана бастаған кезде қант ұнтағын саласыздар, тағы да жақсылап араластырамыз. Тек ең басты нәрсе өте ұзақ қатты араластыра беретін болсаңыз, біздің креміміз тез іріп кетуі мүмкін. Өйткені ол қолдан жасалған крем тез іріп кетуі мүмкін. Формасын өте қатты ұстайды деп айта алмаймын. Сол себептен де кішкене қоюлана бастаған кезде сіздер миксерді тоқтатсаңыздар болады.
Бізде клейгей осындай қоюлықта болып шығады. Кремді осы молочный девочка тортына да пайдалануға болады. Мен бірақ бұдан балмұздақ жасаймын деп айттым. Ол үшін вареный сгущенканы салдым. Вареный емес, кәдімгі қарапайым ақ сгущенканы да құйып салсаңыздар болады. Соны салып, миксермен 10 секундтай араластырдым. Осындай ыдысқа салып, мұздатқышқа салып қоямын. Негізі менің каналымда балмұздақ жасаудың рецептісі бар. Дәл осылай дүкеннің клейгеймен жасадым. Дәл осы рецептпен. Бірақ бірінші рет мен қолдың клейгеймен жасадым. Сол кезде де өте керемет болып шықты. Маған балмұздақтың дәмі қатты ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер. Бірақ ең басты нәрсе ұзақ миксерлеп қажет емес. Өйткені ол клейгей тез іріп кетуі мүмкін. Формасын өте қатты ұстамауы мүмкін. Сол себептен осындай десерттерге, балмұздақтарға пайдалануға жақсы. Ал торттың бетін тегістеуге онша үйлеспейді. Сіздермен болған Гүлжанат. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп лайк қоюды ұмытпаңыздар.